Наконец сіз келді әйтеуір. Қуанып тұрмын шыны керек. Мен ойлаймын енді мың үміткерге татитын бір азамат деген ойдамын. Және қатысушылардың қуанып жатқанына мен қуанып тұрмын. Осылай бір-бірлеріңізге жақсылық тілеп қойыңыздар. Өздеріңізге де жұғысты болады. Лаура, дайынсыз ба қарсы алуға? Дайынмын. Әрине дайын. Ендеше, сіздің бұл алғашқы үміткеріңіз. Алғашқы үміткерім. Алғашқы үміткер. Лаураның алғашқы үміткері, келіңіз. Қайырлы күн, есімім Бекзат болады. Бекзат, жасыңыз нешеде? Жасым 21-де, Сарыағаш қаласынан боламын. 21-де дейді. Таразданмын деп жатыр. Неге Сарыағаш Лаура? қаласынан. Ау, Сарыағаш Сарыағаш дейсіз ба? Мен Иә, Тараз деп естіп отырмын. Кешірім сұраймын. Сарыағаштанмын дейді. Неге Лаураны таңдадыңыз, айтыңызшы. Лаура қарапайым, тартымды, өзіне жараса бір сүйкімділігі бар қыз. Сол үшін. Лаура, сұрақтарыңыз. Бекзат, қош келдіңіз. Мен таңдап келгеніңізге көп-көп рахмет. Жасым 21-де дедіңіз, иә? Иә, жасым 21-де. Аха, жас мәселесі сізге менің жасым енді сізден едәуір үлкендеу, сол сізге кедергі келтірмейді ма? Жоқ, кедергі келтірмейді ешқандай. Неше жас? Сіз Мен 29-дамын. 29-да, 8 жас, иә? Махаббат жасқа қарамайды. Ja, баласыған негізі ер бала өзіне сенімді болса болды ғой, негізі главное. Сосын әке шешеңізбен бірге тұрасыз ба? Иә, әке шешеммен бірге тұрам. Бұрынғы отношениеңіз туралы айтып берсеңіз. Бұрынғы отношение 2 жыл алдын болған, ол серьезный отношение емес. Қазіргі таңда жұмыс жасайсыз ба? Жұмыс жасаймын, мен аспаз фастфуд саласында. Вау, керемет. Негізгі мамандығым мұғалім. Вау, керемет, керемет. Қазақ тілі әдебиетінен. Қазір сіз осында көшіп келдіңіз ба или уақытша келдіңіз ба? Көшіп келдім деп айтсам да болады. Керемет, керемет. Лаура, қобалжып отырғансыз. Мен кішкене қобалжып тұрмын. Негізі мен туралы жалпы толығын мен туралы мәліметтерді біліп келдіңіз ба или жай қарап келе салдыңыз ба? Өйткені ол мен Қашаннан бері бақылап жүрсіз, иә? Біраздан бері бақылап жүрмін, бірақ бір көргеннен ұнаған Лаура. Рахмет. Өңім бе түсінбе деймін бе? Неге? Құтты болсын енді Лаураның алғашқы үміткері. Мына Лаура бір HR сияқты сұрақ қойып отыр, 5 жылдан кейін өзіңді қалай көресің деп, анау-мынау деп. Енді кімге сұрақ қойғым келіп тұр, сен негізі заманауисың ба или қазақи жігітсің ба? Қазақи жігітпін. Лаура бізде ашық киюге негізі бейім, оған қалай қарайсың негізі? Ашық киюге қарсымын негізі. Енді осы жауап беріп кетейінші, негізі Диас, сен алдыңғы жолда қазақи қызды шақырып алып қалдың, осы жолда қазақи қызды алып қалдың. Мен сол бірінші кезде келген кезде айтқам, сендер скучный пара боласыңдар деп. И ақын мен ақын үйленбейді деген сияқты менің ойымша қазақи жігітке осындай мен сияқты заманауи қыз күшті келетін сияқты. Сол үшін менің ойымша күшті пара болды. Бұл жақта басқа мәселе ғой. Мысалы сен қысқа киюге қарсымын деп тұр. Сен оған көз қарасын қалай, сен киіп жүре бересің бе? Егер болашақта бәрі жақсы болып жатса, мен ер азаматымды тыңдауға дайынмын, ода тұрған ештеңе жоқ. Шолпан, Бекзат, қош келдіңіз. Мен жерлесім екенсіз. Мен мына жақтамын. Мен де Сарыағаштанмын. Арамыздағы ең әдемі және де ең ақкөңіл қызды таңдап келіпсіз. Бұл Лаураның ақкөңіл болғандығы сонша тыңдап, одан кейін ақкөңілдігі сонша, сенгіштігі сонша, сізбен азаматтық некеге де тұра салуға риза да. Разы бола салады. Сондайлығы бар. Енді жаңа былай айналдырып келе жатыр ғой, сізге ата-анаңыз туралы көп сұрақ қойды. Енді ата-анаңызбен тұрғысы келіп, или соларға бір қамқорлық көрсеткісі келгеннен сұрап жатқан жоқ. Бұл қыздың негізі мақсаты, алдын айтқан болатын, мен тұрмысқа шықсам бөлек тұрамын деп. Өйткені бұл қыз жаңа айтып өтті ғой, заманауи деп. Заманауи болғанда барларға барып қыдырып, солай жүргенді ұнатады да. Сіздің соған көз қарасыңыз қалай? Бәсе осындай бар еді ғой. Сіздің қалай мақтап бастады деп ойлап жатыр едім, сізге таңғалып. Өтірік емес қой. Бірге жүретін болсақ қарсы емеспін. Иә, сол ақкөңіл шығармын, бірақ та жаңағы машина деген мәселені мен толықтырып кетейінші, сол не үшін айтып жатқанымды. Иә, Жанбекпен Азанғайдың әңгіме айтқанымыз бар еді, соны айтып жатқан шығар, иә. Одан кейін азаматтық некемді бәрі біледі, оны халық та біледі. Сол үшін мен ойлаймын, білмеймін енді. Клуб дедім ба, не дедім тағы? Бар дедім. Барларға барғанды ұнатады деп жатырмын да. Мен ойлаймын, егер қыз өзін нормально ұстап, жақсы жүрсе, ондай жерге аптасына бір рет барып тұруға. Енді Жанбекпен отырдым деп жатсың ғой, қол ұстасып отырғанымды айтып жатқаным ғой. Иә, Просто әңгіме айтып емес. Баласа ханым, осы жерде айта кетейінші, мен қазір Шолпанды мына жақта түсінбей жатырмын да. Енді ғана міне жап-жаңа бірінші үміткер келіп отыр, беттен алып төске шапқаныңыз, иә Шолпан? Жақсы, наоборот, үміткердің көзінше кішкене бір мақтап жіберіп, білмеймін, сондай бір Лаураның жақсы жерлерін айтпайсыз ба? Лаура көкірегі ояу, көзі ашық қыздың бірі, мысалы психологияға жақын, сол жағын айтсақ болады ғой. Сосын Баласа ханым, мен түсінбеймін да. Барға барғанда тұрған, басқа жақтарда барға тұрған, онда тұрған не бар деймін да? Барса барсын, бұл өмір, әр адамның өмірі бар, өзі біледі, не істейді, не қылады деген сияқты ғой Шолпан, білмеймін, сіздің шамыңызға тиіп кетті ма, әлде сіздің жасыңыз үлкен ондай жерлерге бара алмағандықтан баратын қыздарды қатты осуждать етесіз деп ойлаймын өз басым. Енді ана жерде аяулымға жауап бергім келіп отыр да, бәсе не үшін шырылдап отыр десем, енді өзі де сондай барларға, клубтарға баратын болған кейін соны ақтап жатқан жері ғой. Біріншіден, екіншіден жасыма тиіспей ақ қой. Жасқа байланысты емес, ол дәрежеге байланысты. Мен ондай төмен жерлерде жүрмеймін да просто. Одан кейін мен жігітке айтып жатқаным, біліп, соның барлық шындықты біліп қабылдасын деп жатқаным. Егер болмай жатса, оны айтсын деген сияқты. Жәнібек, өзім бірдеңе айтып кете салайыншы.
бір минут Жанбек, негізі клубқа баруды дәріптемеймін, әрине ол жерге барған дұрыс емес шығар, бірақ сол жерге барып қанша адам танысып үйленіп кеткен адамдар бар ғой. Мен ойлаймын, ондай жерге барып та адам үйленуі мүмкін. Мен солай ойлаймын. Сол үшін Шолпан олай қатты айтпай ақ қойсаң деймін. Дегенмен растайсыз, иә? Бәрібір де ондай жерлерде қыздар, жігіттер бірін-бірі тауып, танысып жатады. Ондай таныстарым бар шынымен де, бірақ мен оны дәріптемеймін, әрине, бірақ ондай жерде үйленген адамдар бар танысып. Жақсы, Бекзат, ассалаумағалейкум. Қош келдің. Негізі былай қарап отырсам өте мықты ер азамат келіпті, өз сөзіне тұратын деген сияқты ше, жақсы ер азамат келіп отыр екен. Бәрі жақсы болсын деген келеді. Негізі жалпы мен ойлаймын, қазір енді Лауран айтып жатыр ғой, былай енді негізі сондай жерлер бар деген сияқты. Бірақ алдағы уақытта осы Бекзат Лаураны өзгертетініне мен кәміл сенімдімін. Өйткені мықты бір жақсы жігіт келіп отыр. Сондықтан жақсы бір әдемі таныстық болады деп мен ойлаймын. Менде мынандай жаман әдет шығарбаппын ше. Бүйте беретін болыппын ше, жажаң етіп ше. Қалайсың? Жақсы, қалайсыз? Қалайсың? Жақсы. Күшті жатсың. В общем, күндеріңізге береке, сәттілік, жақсылық тіледім. Қолдаушылар берген соң киіп шығайсың. Сізге жақсы болды ғой қолдаушылар, иә? Иә, жақсы болды негізі. Жіберіп жатыр. Прям ана мені вкусындағы нәрселерді жіберіп жатыр ше. Өзім ұнайтын нәрселер. Рахмет айтамыз, осындай бір қолдаушыларымыз барына. Ғалымжан, сізге сұрақ, егер болашақта әйеліңіз бен енеңіздің арасында бір кикілжің болып, сондай бір мәселе болып жатса, сіз қалай шешесіз? Если әйелдердің өздерінің темасы болса, өзара сөйлесетін, өзара шешетін нәрсе болса, мен желательно араласпаймын. Өйткені әйел адамның өздері сөйлесіп отырады. А если маған қатысты болса, мен ортаға жинап алып, екі жақтың мәлімесін келедіге шешуге тырысамын. Ғалымжан, ал көшеде біреу келіп тұр да, сізге сұрап тұр. Бір үлкен гүлмен келіп тұр, және кішкентай гүлмен. Қайсын анаңызға, қайсын әйеліңізге бересіз? Қараймыз ғой, кому как деген сияқты. Өсектің де бағдар сол қыздардың әңгімесіне кіріп кетіпсіз. әңгіме тұрып жатыр, тоқтайсыздар. Жанбек, сіз болашақта әйеліңіз бен анаңыздың арасында бір келіспеушіліктер болып жатса қалай шешесіз? Ой, бірінші маманікі дұрыс деп шешеміз. Одан кейін әйелімізбен шешеміз. Ортақ шешім болу керек қой, екеуіне көңілін таба берсең дұрыс болады сияқты. Негізі араласасыз бірақ. Жоқ, араласпау керек сияқты, иә? Негізі көбінде араласпаған дұрыс сияқты негізі. Өздері шешеді негізі, иә? Егер мына жақты мамандікі дұрыс десең, әйелің ренжиді, әйелің дұрыс десең, маманы ренжиді, сондықтан араласпай тып-тыныш, естімегендей болып жүре береді. Қайсыздар? Жақсы, қайырлы күн. Мәселенің бәрі шешілді. Қыздың енді бір еркеліктерін көтеріп жатсыз ба? Еркеліктерін көтеріп жатсыз ба? Көтермеске болмай жатыр ғой сол. Көтеріп жүрміз. Ернар, сізге сұрақ. Мысалы, көшеде екі гүлмен бір адам келіп тұр. Біреу үлкен гүл, біреу кішкентай гүл. Қайсын анаңызға, қайсын қызыңызға сыйлайсыз? Екеуін сұрақ? Айтсаңшы. Екеуін алатын едім да? Екеуін аламын. Екеуін қақ ортаға бөлетін едім. Екеуінде бірдей ғой? Иә. Сөйтіп береді. Жоқ, екі разный букет, бөлуге невозможно. Анаға бересің, енді үлкен. Үлкен анаңызға. Екі қалған кішкентайын беріп, одан кейін турасына букет әкеліп беретін едім. Келісесіз ба? Иә. Өте